Конкурс туралы айта өтетін болсам, конкурстың жеңімпазы шықты, Абдрасулов Абдухамид. Құттықтап қойсақ болады. Және де конкурс туралы өте көптеген сұрақтар келіп жатыр. Конкурстың шартына тоқталатын болсақ, конкурстың шартында видеоға пікір жазбайсыздар. Менің пікірімнің астына пікір жазу қажет. Және де ең соңғы жазған адам сол жеңімпаз болады. Сәлем достар, бүгінгі видеода сізді алдау жұмбақтары күтеді. Олар көптеген адамды шатастырады. Сондықтан сіз шартты естігеннен кейін жауап беруге асықпаңыз. Себебі бейнені кідірте аласыз. Және ең оңай сұрақты пікірге жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Детективтік сұрақ. Полиция қоймаға келді. Ұрлық болған жерде детектив күзетшіден жауап алды. Ол күдікті дыбысты естігенде бөлменің екінші жағында болғанын айтты. Бәрін тексеруге барғанда бірнеше қорап жетіспеді. Және қойманың есігі ашық қалыпты. Детектив анық-қанығын білу үшін күзетшіден ұрыны көрдің бе деді. Күзетші көре алмағанын айтты. Себебі мен далаға шыққанымда көзілдірігім буланып кеткендіктен ұрыны көре алмадым деп айтты. Детектив пен полиция күзетшіні мұқият тыңдап, соңында оны қамауға алды. Неліктен? Дұрыс жауабы. Күзетшінің кішігірім сөзі ұрлықтың бетін ашты. Ол көре алмайтынын айтты. Алайда көзілдірік суықтан жылы бөлмеге кірген кезде ғана буланады. Ал керісінше, үйден суық көшеге шыққан кезде көзілдірік буланбайды. Сондықтан күзетші өтірік айтып, тонауды өзі ойластырған. Номер 2 сұрақ. Айлакер қарақшы көптеген кемелерді тонап, байлыққа кенелді. Ол мұның бәрін кішігірім айла-малдың арқасында жасады. Мүлден басқа елдердің кемелерін тонады және өз кемесінде кез келген елге жүзіп, оны ешқандай қарсылассыз басып алды. Қарақшы қандай амал әрекет жасады? Дұрыс жауабы. Қарақшыда барлық елдердің жалаулары болды. Қарақшы басқа елдің кемесін көргенде, өз кемесіндегі туын тез-тез өзгертті. Осылайша басқа елдің кемелері қарақшыларға жақын жүзуге рұқсат беретін және қарсылық көрсетпеді. Осылайша қарақшы кемені басып алатын. Номер 3 сұрақ. Ержүрек археолог көптеген жылдар бойы жоғалған қазыналарды іздеді. Соңында ол перғауынның пирамидасын тапты. Қазына бар бөлме жабық болатын. Қазына бөлмесінің есігін ашу үшін оған кілт керек болды. Кілттер қазандықтардың бірінде орналасқан. Бірінші қазандық қышқылмен толтырылған. Ол барлық тірі заттарды ерітеді. Екінші қазандық шаяндармен толы. Қазандық мықтап бекітілген, сондықтан оларды көтеріп аудару мүмкін емес. Археолог аман қалу үшін қай қазандықты таңдау қажет? Дұрыс жауабы. Әрине, 100% қауіпсіз нұсқа жоқ. Алайда археолог екінші қазандықты таңдаса, тірі қалуға мүмкіндігі жоғары. Себебі жер бетінде шаяндардың 2000-нан астам түрі бар, және олардың тек 25% адамдар үшін қауіпті. Сондықтан археолог тәуекелге барып, осы қазандықтан кілтті алуы керек. Номер 4 сұрақ. Детектив карталарынан ақшаны ұрлауға байланысты бірнеше істі тергеді. Полиция бөлімшесіне жауап алу үшін бірнеше жәбірленуші келді. Алайда олардың айғақтарында ортақ ештеңе болған жоқ. Детектив нәтижесінде ақша қалай ұрланғанын зерттеді. Олардың әрқайсынан смартфон көрсетуді сұрады. Және экранға қарап, ол ақша қалай ұрланғанын бірден түсінді. Ол не байқады? Дұрыс жауабы. Егер сіз детектив сияқты мұқият болсаңыз, онда барлық зардап шеккендердің телефонында бірдей қосымша бар екенін байқадыңыз. Хакерлер осының көмегімен банк карталарынан ақша ұрлаған. Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып кетіңіздер. Айтпақшы достар, бізді 90% жандар каналға жазылмай көреді екен. Сондықтан каналға жазылып кетіңіздер. 100 мыңға бірге жетейік. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы.